Қазір кім көрінген травмамен, депрессиямен жұмыс істеп, психологпын деп өзін атап жұмыс істеп жүр. Былай қарасаңыздар, тіпті самса сату үшін да санитарлық кітапша керек. Ал психологпын деп өзін атау үшін, психологиялық қызметті жүргізу үшін өкінішке орай ешқандай талаптар бізде болған емес. Мен соған байланысты қаншама отбасылар талқан болды, қаншама жастардың санасын улау фактілері тіркелді. Бізге көптеген партияға да, Аманат партиясына, бізге де көптеген осындай өтініштер, жан айқайлары біздің азаматтарымыздың түсті. Енді психологтардың ашық және нақты реестрі болады. Арнайы білім және бейінді диплом талап етіледі. Нақты жауапкершілікте бекітіледі. Психолог пен дәрігер, психиатрдың арасындағы айқын шекара ажыратылады. Біз қазір арнайы су жаңа заң дайындадық. Ол психологиялық қызмет туралы заң. Бұл заң нені шешеді? Біріншіден, енді бізде нақты реестр болады. Яғни енді мен психологпын деп айту үшін сол арнайы тізімге, арнайы реестрге кіру керек. Егер сен реестрде жоқсың ба, сен енді өзіңді психолог деп атай алмайсың, сен енді психологиялық қызметті жүргізе алмайсың, сен енді травмамен және депрессиялармен жұмыс істеп, ешкімді емдеп және алдай алмайсың. Бұл маңызды. Екіншіден, тіпті Инстаграмда болсын, ТикТокта болсын, әлеуметтік желінің өзінде сен міндетті түрде онлайн платформаларда реестрда болсаң, сол реестрдің нөмірін және реестрдағы ақпаратты беруің керек. Ақпаратты бермедің ба, яғни сен реестрда жоқсың ба, онда міне жауапкершілік. Реестрға кіру үшін арнайы жоғары білім болу керек. Арнайы курстардан өту керек. Яғни бұл шын мәнінде адамның жанымен жұмыс істей алатын маман болу керек деген талап қазіргі уақытта қойылып отыр. Міне осылайша біздің азаматтарымызды, әсіресе жастарымызды, әсіресе осындай ең күрделі күйзелістегі азаматтарымызды қорғау үшін үлкен қадам жасадық. Енді арнайы заң бар, енді арнайы рәсім бар, енді арнайы қорғау бар, енді арнайы жауапкершілік бар. Ең басты енді заң бар, бірақ құрметті біздің отандастар, сіздер де кім көрінгенге сене бермеулеріңіз қажет.